Алматы қаласында 8-ші сыныптың оқушылары ұрлық үстінде ұсталды. Құзырлы органдардың айтуынша, ұсталған оқушылар ең жас қылмыскерлер болып тіркелген. Оқиға орнынан тілшіміз. Мен негіз қалан кезетте охранник болып жүрген адам. Сонымен скандорды шешіп отырым, бірдеңе тырсылдайды, этажарлап шықтым сонымен. Совещание жасайтын кабинетке кеп қалсам, бойымда бірдеңелер лилипут па деп қоям, сөйтіп тұрмда грозный дауыспен. Ей дебем, беріле қойды ғой бірден. Бәрі қорқат менен, қабағым түйсен болып шошып кетеді ғой бірден бар емес па? Сразу милицияға ұстатып жүрдім сосын әрмен қарай. Біз бұл ұрлықты жасамасақ, просто папамыздың таяқ жейтін едік. Амал жоқтықтан бардық. Не мы такие, жизнь такая. 17 маусым күні қалан кезеттің ұйымдастыруымен кезекті республикалық олимпиада өтеді, жүлделі орындарымыз бар. Сол олимпиаданың жауаптары біздің кеңседе бар деп ойлап, балалар ұрлыққа түскен. Бірақ біздің жауаптар надежный жерде, сейфте сақталады. Олимпиада шынайы әрі әділ өтеді. Татьяна Математикова, Светлана Алгебраева, ПТК арнасы.